Нейропедагогикалық әдістер арқылы оқудағы қиындықтарды қалай шешеміз? Нейропедагогика дегеніміз не? Нейропедагогика, нейро және педагогика екі терминнен құралған. Нейропедагогика бұл әртүрлі жастағы адамдармен, балалармен, тіптен ересектермен сабақтан максималды нәтиже алуға мүмкіндік беретін оқыту әдістерін жасайтын ғылым. Олар адам миының жұмысын заманауи зерттеулерге негіздеп, оның қалыптасу және жетілу кезеңдері, мидың дамуы мен жұмысының ерекшеліктерін зерттейді. Нейро жүйке жүйесі, яғни мидың қызметі, ал педагогика білім беру, тәрбиелеу, оқыту формалары, әдістері, тәсілдерін қамтитын үлкен бір ғылым саласы. Осы оқытуды нейропедагогикалық әдістер арқылы қалай шешуге болады? Бала оқудан қиналады, жазудан қиналады, есептеуде қиналады, тіптен каллиграфиясының нашар болуы, диктантта қате жіберуі, сурет бойынша әңгіме құрай алмауы, мәтінді оқып түсінігін айта алмауы, осының барлығы ми қызметінің, яғни нейрондардың дұрыс жұмыс істемеуінен болады. Осы қиындықтарды нейропедагогика саласы өте тиімді, ауқымды жұмыстар атқару арқылы шешуге мүмкіндік береді. Біздің миымыз бір уақытта бірнеше функцияларды орындай алады. Ол үшін мұғалім белгілі бір әдіс тәсілдерді шекті деңгейде қолдану керек. Егер мұғалімдер сабақты түсіндіру үшін бірнеше әдісті алып үйрететін болсақ, ол оқушыларға керісінше шамадан тыс жүктеме беріп, миының дамуына теріс әсер етуі мүмкін. Оқу және таным мидың дамуының табиғи механизмдері ретінде. Табиғат адамға қызығушылық пен білімге деген құштарлықты сыйлады. Ал педагогика ғылым ретінде осы қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін жағдай жасауы керек. Өздеріңізге белгілі, оқыту мен таным энергияны күшті қажет етеді. Ал біз энергияны қайдан аламыз? Әрине, гигиена сақтаудан, дұрыс тамақтанудан, дұрыс күн тәртібін сақтаудан, тиімді ұйқыдан, уақытымызды тиімді пайдаланудан аламыз. Адамның миы әрқашан бұрынғы тәжірибелерге сүйене отырып жаңа ақпаратты қабылдайды. Біздер, ұстаздар, оқушыға жаңа тақырыпты түсіндіру үшін бұрынғы өтілген тақырыптарды еске түсіріп қайталау нәтижесінде жаңа тақырыпты ашамыз. Соның өзі мидың туа бітті қасиеттерінің негізінде пайда болады. Ми белгілі бір заңдылықтарға сүйеніп жұмыс жасайды. Тәртіпсіздік мидың өнімді жұмысын қиындатады. Адам миының әлеуеті заңдылықтарды орнату арқылы мағынаны тану, қиындықтарды жеңу арқылы дамыған кезде оқыту тиімді болады. Мысал ретінде, біз оқушы үй тапсырмасын орындап отыр делік, ол бірінші есеп шығарып, одан жазып, қайтадан айналып кеп, есептің қалғанын шығарып, одан кейін қазақ тілін орындап, одан кейін түсінік айтып, бәрін араластырып орындайтын болса, баланың миында ол сақталмауы мүмкін. Сондықтан белгілі бір тәртіппен, реттілікпен жұмыс жасау керек. Сабақ үстінде оқушылар аяқтарын тербетіп отырады, Осындай жағдайда ми бір емес екі функцияны қатар атқарып отырады. Яғни ми ойлайды, мен жазуды емес, аяқ тербетуді де қоса орындауым керек деп. Ал егер бұл керісінше балаға кері әсер етеді. Барлық баланың назары аяғын тербетуге кетеді де, оның диктант жазғанда зейіннің тұрақсыздығы, каллиграфиясының нашарлығы, әріптерді тастап кетуі осы функцияларға байланысты болады.
Нейропедагогика оқыту мен оқытуда эмоциялардың рөлін көрсетеді. Яғни, нейропедагогикада эмоцияның рөлі ерекше. Неге? Себебі эмоциялар мидың өнімді белсенділігінің қажетті факторы болып табылады. Мектепте эмоционалды оқытуда, рөлдік ойындарда, мәтінді өлеңді мәнерлеп оқытуда, ертегілерді оқуда көбірек қолдануымыз керек. Эмоциямен айтылған кез келген сөз, кез келген сөйлем баланың миына тез жетеді. Себебі ми эмоцияның ортасы, яғни эмоцияны ми тез қабылдайды. Сонда ғана мидың өнімділігі артады. Ми бір уақытта келіп түскен ақпараттарды талдайды, синтездейді, тұтас және бір бөлікпен жұмыс істеуге қабілетті. Нейропсихологиялық зерттеулер мидың объектіні бір уақытта тұтастай және бөліктермен көруге, бір уақытта бөлшектеуге, жинауға ерекше қабілеті бар екенін көрсетті. Біздің миымыз губка секілді, әсіресе кішкентай балалардың миы губка секілді. Олар біздің айтқан ақпаратымызды тез сіңіріп алады. Ми фокусталған зейін мен тұрақты қабылдау жағдайында ақпаратты бір уақытта сіңіреді. Егер сіз оқу процесін шебер ұйымдастырсаңыз, онда сіз оқудың сындарлы факторы ретінде қабылдаудың ерекшеліктерін пайдалана аласыз. Оқушының миындағы сана мен түп сана процестері бір уақытта жүреді. Оқу барысында біз өзімізге қарағанда әлде қайда көп ақпарат аламыз. Оқушыға мұғалімнің айтқандары ғана емес, сонымен қатар ішкі сезімдері, бұрынғы тәжірибесі, эмоционалды күйі, оқушының жеке сипаттамалары, сонымен қатар сыртқы, сыныптағы жалпы атмосфера, дыбыс, жарық, осының барлығы оқу ортасына, факторларға әсер етеді. Мида екі жад жүйесі жұмыс жасайды. Оның біріншісі визуалды кеңістік жад жүйесі, екіншісі қысылу жүйесі. Біріншісі оқушының миының жұмыс істеуі үшін табиғи жад. Екіншісі жасанды және көп уақытты қажет ететін жады. Мысалы, оқушы әдебиеттік оқудан өлеңді жаттау керек болса, оны қысылу жүйесі арқылы жаттайды. Бала іште оны жаттағысы кеп тұрған жоқ, бірақ оны жаттауға міндетті. Ол не істейді? Миына нагрузка түсіреді де, оны жаттауға тырысады. Жаттайды, ертесіне келіп айтады, бірақ сол айтылғаннан кейін келесі күндері ол жаттау баланың есіне түспейді. Неге? Себебі ол мидың қысылу аймағында жатталды. Визуалды кеңістік жад жүйесінде емес. Сондықтан мұндай ақпараттар баланың есінде ұзақ уақыт сақталмайды. Білім мен дағдылар визуалды кеңістік жад жүйесінде нақты бекітілген кезде адам жақсы түсінеді және есте сақтайды. Мидың дамуы шығармашылық еркіндік жағдайында ынталандырылады және қысым, мәжбүрлеу, қауіп жағдайында бұғатталады. Шығармашылық адам өзіне де, басқаларға да зорлық-зомбылыққа жол бермейді. Кейбір мұғалімдер сыныпта қатаң оқу тәртібін сақтау үшін шығармашылық атмосфераны бұзады. Яғни шығармашылық атмосфера деп отырғанымыз бұл оқытуға қолайлы орта. Балаларды үнемі қысымда ұстау, оларды еріктеріне жібермеу оқыту процесіне кері әсерін тигізуі мүмкін. Әр адамның миы ерекше, яғни бірегей. Ол ақпаратты өңдеу мен көлемі мен жылдамдығы, белгілі бір жад жүйесінің таралуы, ойлау процестерінің икемділігі және тағы басқа тұрғысынан өзінің жеке сипаттамаларына ие. Соған сай, әр баланың қабылдауы,
оқудағы қиындықтарды шешуі, оқу жылдамдығы, есепке жүйріктігі, диктантты қатесіз сауатты жазуы осы мидың қызметіне байланысты болады. Келесіде сіздерге нейропедагогиканың міндеттерін таныстыратын боламын.